Ораза кезінде дұрыс тамақтану, денсаулыққа пайдалы тағамдар. Ораза тек рухани тазару ғана емес, денсаулыққа да пайдалы құлшылық. Бірақ дұрыс тамақтанбасаңыз, ағза әлсіреп, шаршау, бас айналу сияқты белгілер пайда болуы мүмкін. Бүгінгі видеода ораза кезінде ауыз бекітуге және ауыз ашуға ең пайдалы тағамдар туралы айтып беремін. Видеоны соңына дейін көріңіз. Ораза ұстағанда 12-15 сағат бойы ағзаға тамақ пен су түспейді. Бұл уақытта ас қорыту жүйесі демалады. Ал дене жиналған зиянды заттарды шығара бастайды. Бірақ дұрыс тамақтанбасаңыз, әлсіздік, бас айналу немесе ас қорыту проблемалары пайда болуы мүмкін. Сондықтан таңғы сәресі мен кешкі ауызашарда пайдалы тағамдарды таңдау өте маңызды. Сәресі күні бойы энергияңызды сақтауға көмектесетін басты тамақ. Сондықтан оның құрамы дұрыс болуы керек. Күрделі көмірсулар ұзақ уақыт тоқтық сезімін береді. Оларға сұлы ботқасы, қарақұмық, қоңыр күріш, тұтас дәнді нан, ақуыздар, бұлшық ет пен ағзаны қорғайды. Жұмыртқа, тауық еті, балық, ірімшік, йогурт, су және сұйықтықтар ағзаны сусызданудан қорғайды. Су, табиғи айран, шөп шайлары, пісірілген жемістер мен жаңғақтар, дәрумендер мен минералдарға бай. Қараөрік, құрма, бадам, жаңғақ, тез қорытылатын көмірсулар, ақ нан, тәтті тоқаштар, майлы және ащы тағамдар сәресіге жарамайды. Олар тез ашуға немесе ағзаның ауырлауына себеп болады. Ауыз ашуға пайдалы тағамдар. Күні бойы аштықтан кейін ағзаға көп сабақ түсірмей дұрыс тамақтану қажет. Ең алдымен ауыз ашу үшін қандай тағамдар таңдаған жөн? Құрма мен су энергияны тез қалпына келтіреді, қант деңгейін реттейді. Сорпа мен көкөністер асқазанға жеңіл ас қорытуға көмектеседі. Ақуызды тағамдар тауық еті, балық, бұршақ ет ағзаға қажетті ақуызды береді. Күрделі көмірсулар ұзақ уақытқа энергия береді. Көкөністер, бұқтырылған тағамдар, тұтас дәнді дақылдар, сұйықтық, су, табиғи шырындар, айран, шөп шайлары, қуырылған өте майлы және тым тәтті тағамдардан бас тарту керек. Себебі олар ас қорытуға ауырлық түсіріп шөлді күшейтеді. Ораза кезінде аулақ болу керек тағамдар. Қуырылған және майлы тағамдар асқазанға ауыр тиеді. Кофе мен газдалған сусындар ағзаны сусыздандырады. Тез қорытылатын көмірсулар қандағы қант деңгейін күрт көтеріп тез ашықтырады. Тұзды тағамдар шөлді күшейтеді. Ораза рухани тазалықпен қатар ағза ішінде үлкен мүмкіндік. Егер дұрыс тамақтансаңыз, шаршау мен әлсіздікті болдырмай, қуатты әрі сергек боласыз. Видеоны пайдалы деп тапсаңыз, лайк басып, арнама жазылыңыз. Бен бірге болған денсаулық арнасы. Келесі видеода кездескенше.